Қайырлы күн, құрметті YouTube каналының оқырмандары. Келесі біздің екінші сабағымыз PowerPoint программасында слайдтарды ары қарай құруды жалғастырамыз. Ол үшін қазір сіздерге мына бір мұғалімге құрылған слайд сабағы бар еді, соны қазір сіздерге көрсетіп кетейін. Ағылшын тілі пәнінен онлайн кезінде құрылған слайд сабақ болатын. Қазір сіздерге соны көрсетіп кетейін, F5 пернесін басамын. Бірінші осылай сыныбы, пәннің атауы шығады, сабақтың тақырыбы, немесе оқу мақсатын жазсаңыздар болады. Және сабақтарыңызға байланысты партаның бетіндегі оқу құралдарымен таныстырып шығу керек, оның қалай аталу керек екенін. Мысалы, мына сөмкенің ішінде оқу құралдары бар. Соның ағылшынша аталуы, осылай өздеріңіз үйде осылай слайдтарды жазсақ, мектепте проекторге қосып қойып, оқушыларыңызға түсіндірсеңіздер болады. Мысалы, қаламсаптың аталуы ағылшынша, өшіргіштің ағылшынша қалай аталуы, мұғалім осыны көрсетіп, оқушыларға түсіндіріп айтып отырады. Мысалы, ағылшын тілі кітабы, кітап дегенде ағылшынша қалай айтамыз, сызғыштың суреті шығады, оны ағылшынша қалай айтамыз деген сияқты, оны ағылшынша былай айтамыз деп оқылуымен айтып түсіндіріп отырады. Барлық оқушылар оны проекторден көріп отырады. Одан кейін мындай тапсырмалар құрастыруға болады. Осы тапсырманы қойып, мысалы, қағазға да осылай, тура осылай цветной параққа шығарып іліп қойып, ал енді осыған қарап атауларын сәйкестендіріңдер десеңіздер, олар өздері параққа сәйкестендіріп шығады да, кейін сіздер дұрыс жауабын осылай шығарып қоясыздар, олар өздерінің жауаптарын естеді, дұрыс бұрысына қарай осылай тексеріп шығады. Және де тапсырмалар, осы слайд арқылы неше түрлі тапсырмаларды құрып, оларға көрсетіп қойсаңыздар, олар қызығушылықпен орындайды. Міне осындай слайдтарды қазір сіздермен қалай жасау керектігін көреміз. Ол үшін PowerPoint программасына кіреміз. Өткенде біздің бірінші сабағында сіздерге жалпы осы PowerPoint туралы түсіндіріп өттім. Бірінші осы слайдымызды ашып аламыз. Мысалы, тағы да бір слайд қоятын болса, мысалы, создать слайд. Сіздің құрған слайдыңыз қанша слайдтан тұрады? Мысалы, 4 слайд, 5 слайд, 8 слайдта құрып кете беруге болады. Енді бірінші слайдтың сіздерге өткен сабақта айттым, осы слайдтың артқы фонын ақ түсте тұрғаны жақсы. Мысалы, түрлі түсті суреттер емес, ақ түсі. Бұл оқушылардың бір көңілін аударатындай бір суреттерін қоюдың қажеті жоқ. Бастысы сіздің құрған жаңағы тапсырмаңыз, сіздің қойған суреттеріңіз оқушыларға анық көрінетіндей болса болғаны. Енді бірінші, мысалы, сабақтың тақырыбы деп жазамыз, бірінші түсіндіріп алып, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы деп, мысалы, оны жазудың өзінің әртүрлі жазу түрлері бар. Мысалы, вставкаға кіреміз. Осы жерде фигурының ішінде кірсеңіздер, міне неше түрлі фигуралар көрсетілген. Осының ішінде А дегенді бассаңыздар, мына жерге бассаңыздар, онда жазу жазатын белгі шығады. Осы жерге жазамыз сабақтың тақырыбы. Сабақтың тақырыбы. Енді бұны үлкейту үшін осылай бояп аласыздар. Мына үлкен А мен кішкентай Аны бассаңыздар, мысалы, үлкен Аны бассаңыздар, ол не істеді? Үлкен болды. Тура сол Word мәтіндік редакторында қалай жазасыздар, солай болады ғой. Егер кішірейтетін болсаңыздар, бояп алып, мысалы, былай мынаны бассаңыздар, кішірейеді, мынаны бассаңыздар, үлкен. Және оның мына жерден түстерін де таңдап қоюға болады. Мысалы, мынандай түс. Жыны, күні немесе мынаны басып қойсаңыздар болады. Енді бұны сәл ортаға қою үшін мына жерде мынау нұсқағышты осы жерге апарсаңыздар, ол нұсқағыш төрт жағына төрт бағдаршық өзгерді ғой. Мына жақта ол өзгермейді, мынаның үстіне келгенде. Осы сәтте осыны ұстап аласыздар да, кез келген ары бері жылжытып қоясыздар. Сәл ортаға қояйын, сабақтың тақырыбы. Бұл ешқандай сырты қоршалған бір фигураның ішінде емес, осылай жазылды. Енді тағы бір жазуды түрін көрсетейін. Мысалы, бұны өшіріп тастаймыз. Өшіру үшін үстіне басасыздар да, мынаны қараңыздар. Ол үзік-үзіксіз қоршалып тұр. Ал енді үстіне бассаңыздар, ол қосылып қоршалып тұр. Осы кезде delete пернесін басып өшіріп тастайсыздар. Келесі бір түрі жазудың мәтін енгізу. Мына жерде Word Art деген тұр.
Осыны бассаңыздар, міне сіздерге түрлі көрсетіліп тұр. Осының ішінен қалаған біреуін таңдап аласыздар. Мысалы, мені Аны, иә. Сөйтіп, бұл жерге жаңағы жазуымызды не істейміз? Жазамыз, иә. Сабақтың тақырыбы. Міне сабақтың тақырыбы. Енді бұны ортаға, жоғарыға қойып қоямыз, иә. Енді мысалы, енді бұның түсін өзгерту үшін мына төбесіне барсаңыздар, қараңыздар, мына форматтың ішінде, иә. Формат деген осы жазудың форматтарын өзгерту ғой. Заливка текста дегенге бассаңыздар, міне қайтадан оның түстерін басқа түске ауыстыруға болады. Келесі текстовые эффекты дегенге бассаңыздар, міне тен, отражение, осының ішіне қалағандарыңызды таңдап қоясыздар. Мысалы, мынандай түрі бар. Көбінесе еген тақырыпты былай жазып қоймайсыздар ғой. Тақырып, мысалы, былай жазып қойсаңыздар, немесе былай көріп аласыздар, иә. Қайтадан, мысалы, бұл ұнамаса, мен негізі көбінесе мынау свечениенің ішіне кіріп, көбінесе мен өзім осы свечениелерді қолданамын. Қайтадан алып тастайсың. Начнем тут поехать. Қайтадан текстовые эффекты, свечение. Бүйтіп барсаңыздар, міне шетіне қарасаңыздар, өзгеріп жатыр, иә. Көкке барғанда былай, қызылға барғанда былай, немесе былай. Мына өздеріңіз мынаны апарып қойсаңыздар, ол өз әртүрлі түске апарады. Сол кезде өздеріңіз қалаған біреуін қойып қоясыздар. Мынаны қояйық, сабақтың тақырыбы. Егер бұл ұнамайтын болса, егер алып тастаймын десеңіздер де, обычно кәдімгідей жазсам десеңіздер де, ол өз еріктеріңізде. Мына жазып болдық, сабақтың тақырыбы. Келесі тақырыбымызды жазайық енді. Ставкаға кіріп, келесі енді бұл былай жазылсын дейді. Кәдімгідей, мысалы, компьютерлік графика. Енді бұны да не істеп аламыз? Үлкейтіп алайық. Компьютерлік графика. Компьютерлік графика. Қатты қара болмасын десем, S дегенді бассаңыз, сәл алынады, қатты қарасы. Компьютерлік графика. Енді компьютерлік графиканың 3 түрі бар. Ол мынандай деп енді өздеріңіз сабақтарыңызға байланысты жазып жатсыздар ғой. Тарих, география, биология деген, өз пәндеріңізге байланысты. Енді компьютерлік графиканың 3 түрі бар деп айтатын болсам, ставкаға кіреміз, осы жерде тағы да фигурының ішіне кірсеңіздер, міне түрлі фигуралар шығып тұр. Осы жерде мына стрелканы алып, міне былай сызамыз. Компьютерлік графиканың 3 түрі бар. Сызылды ғой, енді осының үстін бассаңыздар, 2 рет бассаңыздар, сызықтың қалыңдықтары, мысалы, қызылмен мынау қалыңдықтай, немесе мынандай сәл мынандай қалыңдықты алайық. Средняя линия дейді. Мынаны бассаңыздар, сильная деп, средняя аламыз. Так, енді осы жерге, мысалы, мынаны қараңыздар, осы стрелканың мына жағында 2 дөңгелек тұр ғой, осының үстін апарсаңыздар, осының үстіне, мына 2 жаққа қарай бағыт шығады. Осыны ұстап аласыздар да, мынау, міне көрсем, қай жаққа қарай болса да ол созылып кете береді. Енді мен осыны сәл қысқарту үшін былай қысқартып қоямын. Енді осыны тағы да сызып жүрмей, копировать, вставить етсем де болады. Мысалы, маған 3 керек, 3 шықты. Осы 3-ді қазір мынаны солай ретке былай келтіріп аласыздар. Келесі мынаны былай айландырып, мына жағын былай айландырып, мына созып, мынаны мына жаққа созып. Немесе мына екеуі бір неден шықсын десеңіздер, мынаны мынаған әкеп қосасыздар, мынаны мынаған әкеп былай. Мына жағы сәл үлкен болып кетті, немесе мына жағын былай бүйтіп созып қойсаңыздар. Енді компьютерлік графика 3 түрі бар деді. Енді ол жазылып, мына жерге жазу керек. Қайтадан ставкаға кіріп, фигураның ішінде қалаған бір фигураны алайық. Сол фигураның ішіне жазуды көрсетейік. Мысалы, мына фигураны аламыз да, былай мына жерге сызамыз. Көтеріп апарып, мынаған өсіп қойсаңыз болады. Енді осы жерге барғаннан кейін
оң жағын басып изменить текст десеңіздер, міне курсорымыз мынаның ішіне келіп тұрады. Осы кезде жазамыз: компьютерлік графиканың 3 түрі бар. Так, растрлық. Мынаның үстіне апарып 2 рет шертсеңіздер, мынандай 3 терезе шығып тұр, мынандай 3 белгі. Осының астын бассаңыздар, міне түрлі іші боялған, қанық боялған, немесе былай, сонымен боялмаған да алайын. Былай қалағаныңызды аласың. Растрлық. Мынаны бүйтіп бояп, алдын аяға барып, мына да салып кетіп қояды. Растрлық. Одан кейін енді тағы да фигураға кіріп, бұны сызбай-ақ, осыны былай көшіріп алуға болады. Копировать, ставить. Үшеу. Соны былай қойып аламыз. Яғни 3 фигураның да мөлшерін бірдей қылу үшін. Растрлық деген мынаны ішіне бассаңыздар өзгереді. Растрлық. Симай қалса, бұны сәл ұзартастан жаймен. Келесі расталды. Стрелкасында кеп, мынаны түйістіп қоямыз. Міне бірінші слайдымыз біздің дайын болды. Енді осы слайд бізге қалай шықсын? Ол үшін переходыға кіреміз. Осы жерде түрлі переходтар тұр ғой. Мысалы, кез келген біреуін қояйық. Мысалы, мынаны бассаңыздар, міне қалай шығады сіздерге? Былай шығады. Міне өзіңіз бассаңыздар, ол өз көрініп тұрады. Мысалы, панорама десеңіз, былай шығады. Проявление ол қалай шығады. Бір кезде пайда болады. Случайный. Қалағандарыңыз таңдайсыздар. Мысалы, мен көбінесе орбита деген қоямын. Егер сіздің слайдтарыңыз бірнеше слайдтан болса, ол әдемірек болып көрінеді. Мына бірінші слайдтың бірінші мысалы жазуымыз, фигураның ішіне қалай жазу керек. Міне бірінші слайдымыз аяқталды. Енді екінші мысалы, мына жерге суретіміз, енді растрлық суретіміз. Растрлыққа қандай суреттер жатады? Ол үшін қайтадан вставкаға кіреміз. Осы жерде рисунок, картинка, снимок деген тұр. Картинканы бассаңыздар, бұл өзі осы PowerPoint-тың өзінің суреттер шығады. Енді мен рисунок дегенді басамын да, сіздер ол үшін сол тақырыптарыңызға байланысты суреттерді алдын ала интернеттен тауып, жүктеп, бір арнайы папкеге салып қойсаңыздар болады. Мысалы, мен рабочий столда менің жаңағы көп болған суреттерім, мен оның атауларымен қалай сақталғанын білемін. Мысалы, растрлық деп сақтаған суретін үстін бассам шығады. Открытие, мынау растрлық сурет. Растрлық сурет. Осы сурет шығады. Енді бұған анимация қою керек. Осы сурет қалай шықсын? Ол үшін мысалы, осы сурет шығады. Енді бұған анимация қояйық. Үстінен 2 мәрте басамыз. Анимацияға кіреміз. Бұл қалай шықсын? Көрдіңіздер ғой, мынаны апарып бассаңыздар, вращение, әр түрлісін таңдап қоюға болады. Жоқ болып кетеді екен. Енді осы жерде мысалы өздеріңізге ұнаған біреуін қоясыздар. Мынаны қояды. Шығады да, бұл қандай деп аталады? Мысалы, бұл суретті растрлық деп айтамыз дейді. Қайтадан вставкаға кіреміз, фигураға кіреміз да, бірге жазамыз. Растрлық графика. Сурет шығады, оны атауы шығу керек. Бұл растрлық графика. Қайтадан кетіп аламыз. Суретті қоямыз мына жерге. Бұл жерде де мынаны әртүрлі етіп түстерін ауыстырып қоюға болады. Енді осы сурет шыққан кезде мына жазу шығу керек. Қайтадан осыған кіреміз да,
анимацияға кіріп, бұл қалай шықсын? Мына жерден былай жазылып шықсын ба, немесе былай шықсын ба, иә? Көрейік, осылай қойып көрейік. Ал енді көрейік, қазір бір көріп алайық. Ол үшін ағылшын тіліне аударып аламыз да, F5 пернесін басамыз. Міне. Сабақтың тақырыбы компьютерлік графика. Компьютерлік графиканың 3 түрі бар деп айтып отырасыздар да, мынаны басқан кезде міне. Бірінші мынау сурет шығады. Міне бұл суретті біз растрлық графика деп айтамыз деп, иә. Келесі слайдты құрамыз. Мысалы, создать слайд. Келесі слайдта тура келесі сурет дегенде векторлық, иә. Қайтадан ставкеге кіреміз, рисункқа кіреміз, рабочий столдың үстінде менде векторлық деп сақталған сурет бар. Міне вектор открыть. Міне векторлық деген суретімізді қойып қоямыз да. Бұл сурет шығады. Бұл сурет шыққан кезде бұның астынан векторлық деген жазып шығу. Қайтадан үстінен 2 мәрте басамыз. Анимацияға кіреміз, қайтада мына жерден анимация қалай шығу керек, соны таңдап қоямыз. Қойдық. Бұл шыққан кезде енді біздің жазуымыз шығу керек, векторлық деген басамыз. Мына жерде жазамыз. Векторлық графика. Қойып аламыз да. Өтеміз. Енді бұл қалай шықсын, иә? Осының үстін басамыз, анимацияға кіреміз. Осын қойып көрейік. Енді қайтадан тағы бір тексеріп шығарды. Қалай шығып жатыр екен? Растрлық графика. Бұл векторлық графика. Жақсы, енді келесі создать слайд деймізді. Келесі слайдқа өтіп, тура осылай енді қайтадан ставка, рисунок, рабочий стол, фрактал деп сақталған. Открыть. Фрактал сурет. Осы жерде, мысалы, қараңыздар, мысалы, мына суретті, мына жер көріп тұрсыздар ғой, осының үстін бассаңыздар, домалақ қойып қоюға да болады. Немесе былай, бұл жаңағы суреттің пішінінде домалақ қойып қойсаңыздар, осылай тұрады. Осылай әртүрлі қылып, иә, күшті. Немесе мынандай, былай қойып қоясыздар, иә. Бұл фракталдық сурет. Енді оны атау шығу керек, мысалы, мына жерге қойып қояйық. Мына жерге жазайық, ставка, басып, ставка, графика. Мысалы, енді мұны да жаңағыдай үлкейтіп алайық, қоя аламыз. Осылай, қызыл түске қоямыз мұны. Енді бұны қараңыз, былай мына жазуды қисайтып көп қоюға да болады. Қайтадан былай түзетіп көп қоюға да болады. Мынау үстіндегі жасыл дөңгелек тұр ғой, соны апарып бассаңыздар, мына қара стрелка шығады, осыны басқан кезде ол айланатынға өзгереді ғой. Былай оны айландырып қоюға, былай айландырып қоюға болады. Фракталдық графика. Үстіне қойып қойсаңыздар да болады. Көрінсе ма? Былай қойып қойсаңыздар да болады. Жарайды, мен енді тігінен қоя салайын. Енді суретіміз қалай шықсын, қайтадан анимацияға кіреміз. Осы жерден
бұл кезде біздің миымыз қуанышсын. Көп көрейік. Трафикті қайтып орнына бару керек. Қазір көреміз. F5-ті басамыз. Басамыз. Пробелді басамыз. Растрлық графика, векторлық графика, фракталдық графика, үлкейіп. Қараңыз, осы жерде мына үлкейді да қайтып ол не қылмай қалды, орнына келмей қалды. Осыны қазір сіздерге мынаны өшіріп тастап, қайтып басқасын қоюға. Осыны үстін басқан кезде міне области анимация деген шығады. Ол қарасаңыздар, мына қасында нөмірлер тұрады. Бірінші, екінші, осы слайдтағы. Мына 2 дегенді, мына оң жақта тұр ғой, мына 2 дегенді былай апарамыз да, удалить деп, мына 2-ні өшіріп тастаймыз да. Бұған қайтадан басқа, мына жерде көрінбей қалды, неғын басамыз да, қайтадан басқасын қойсақ болады. Осыны көріңіздер. Қайтадан қойылды. Көрдіңіздер ғой, Міне дәл осылай істеп шықсаңыздар болады. Енді мына жерде мен қазір сіздерге мына жердегі мынау слайдтың переходын қояйын. Осы слайдқа бағанағыны орбитаны қояйын. Келесі мынау слайдқа переход қояйын. Келесі мынау переход қояйын. Қояйын. Енді көрейік. Көрінсе ма? Қалай кетіп жатыр, келесі. Міне осылай өздеріңіз пәндеріңізге байланысты бір тақырыпқа осылар құрсаңыздар да болады. Және бұдан да басқа қылып, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты әртүрлі етіп, өзгертіп, осылай көбінесе жаңағы бүгінгі сіздердің үйренгендеріңіз жалпы мәтінді қалай әртүрлі қылып жазу, фигуралардың ішіне қалай жазу және анимацияларды қалай қою керек. Көріп шықтыңыздар ғой, тура осылай өздеріңіз де жасап көрсеңіздер болады. Келесі сабақта енді біз бейне және дыбыс қоюды сіздерге көрсететін боламыз. Сақтап қоя салайын, Ал құрметті YouTube каналының оқырмандары, бүгінгі сіздерге PowerPoint программасында жұмыс жасау сабағымыздың 2-ші сабағы аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.